Изенер Прайзена. Всем привет. У нас сегодня тема занятия, ну, я как уже говорил, я буду каждую пятницу пытаться устраивать встречи, организовывать встречи с интересными людьми, которые в своей жизни плотно соприкасаются с хакасской речью, и хакасский язык для них является неотъемлемой частью жизни, можно так сказать. Вот Наталья Чурына сегодня, вот Субракова, она согласилась на эту встречу. Я благодарен ей, что она пришла. Вот она работает в газете «Хакас Шир», это мой коллега, корреспондент, работает, ну, в общем, она сама скажет, в каком отделе, где она работает. Она очень такая хорошая мама, обучает детей хакасскому языку в семье, да, и вот, в общем, она расскажет о себе, но давайте вот мы будем с ней говорить, общаться на хакасском языке. Ваша задача понять, о чем мы говорили, и потом в конце занятия сформировать вопросы. Постараться надо сделать вопросы на хакасском языке, сформировать. Не получится, можно на русском. Где-то минут 15 мы будем общаться, потом где-то минут 10 будем задавать вопросы. Сейчас у нас 7 минут, где-то у нас 23 минуты времени есть. Чем Наталья Чуреймовна. Изенер мин серерне алкыстып зығылсақ, чем по мероприятияға келгендерің үшін я біз үйреншіп хакас тілін көп кезден емес жандырдабызы біз күшкеншіп хакас тілін үйренеге интернетте мұндығындайны я и неме Наталья Чурындам қысқы жердем жоқта пернер постарыңар қысқы жерде қайдыңыздар қайды үйренгіздер хакас тілін қайда текшіздер хакас тіліне қайды үйренгіздер. Ну и хакас тілі сөз бірді. Аның көмес тәңмен сәрілге сұруқ бер бұдырым. Сөз сәрерге. Изіннер үгірідігарылысшылары маға шапсық Сергей Александрович ғырғын үшін өдек алғызым шетіршем. Мен түрем түйешерінді, жақсықоны қалпарынды, үскім анды, Пастағы тұсты үгірінгім алдағы школыда. 4 класс соның үшілдегі школы зарпарғым. Анды 9 классқа шетір үгірінгім. Анның гимназия зар үгірініргі кіргім. Школы соның исатты үгірінгім. Хакас тілі пазы литературы тархын үгірічізіне. Институт соның хакас шерінзер 9-ға кіріп балғым. Ол тұстыңызғары андылы тоқын барын тергі шәрер. Менің үс балы ұлығылары тіліні шақсы пішелер. Очызы салы сулы шоқтызырғы күстінші. Тоқсты білістік хакас тілініңіне тоқыншым. Пред марығыларға темненшісі біз орыс тілінің орыс тіліне хакас текстерін позывстың пасқан материал арыпсты тілбіз тіпшіпс. Орыс тілінің хакас тілінге тілбіз тергеуда келісі. Пасқы министерство үлгі органарының хабарларын. Пазы білбежім неме шоқтергі. Мандық сұру, Наталья Чурымна. Бұл палырды хакас тіліне сөбіреді үгіретчетсі жізім. Мен сізчем ұлығыларын қайды сірір көніктірді зір палыларының хакас тіліне ұлығылары. Кіші и ұлы жізі қайзы артық білші қайды сірір көніктірді зір хакас тіліне сөбіреді семьяда. Мұнды балыны тілге үгірідірінге көп неме телші. Ол санды сөбіріді біз қайде шоқты сепс, қайде тұтын шепс. Аның балы олғын садын зарпарзы олғын садынды хакас тілі апарыл бейінже, воспитатель тіл піл бейінже. Ол постілінің олған садынды балылар болзы оларының шоқтысы, шоқтыс бейінже аның өтек балғылыстық. Аның, ол шеті жасқа шетірі балыны тілге үгіріт сылза сақыншым аның сетік неміз қадиды аны тұдырғы. Өні
пуссалбысха палыны тюремел хайгыды тудырға. Палының шоқтыс тұрырға. Хакас тілінің. Менің улуғларының сеткісіністер шоқ болған. Но біз хадителгі мен ержу халғым, аның әрі улуғларын біз ерімнің хады екелің үскіргіпс. И ол ергізінің тузызы, пабызының, улуғ. Ол хади паларын көк үгредір, көктір будыр, жекізе тоже полызық шақсы. Учызын екі жестіғді болған депістің пабып сөйлен, аның арымынды салы сиді ғарық болған. Андығда болзы мен бірай көзім сашым, палымны постелінге үгірет салырға. Аниме алды жызып, балылыр алзары шүрізі, анды хакас тілінің шоқтасшын кізілер бар ба? Алды, сенің шағын туғындар арызында. Улуғларын алшы шеткінді бірде сеткісініс шоқ болғын. Кчин алшы манды бар балылыр, аның час балылыр бар. Сафроновда орыс тілі балыр бар. Анды ол балым алып барзы, балыр аның қады орыс тісшілер. Үшілзер туғынырзар қадиді шүргінді, анды менің тұңмы жақ бар, менің ұчы балымның шас, ол постелінің шоқтысы. Анды шақсы, олар екелің шоқтысылы. Қажын балы екі тіл піше, аның оңдай бар талирға. Орыс тілінің шоқтызырға, алай хакас тілінің шоқтызырға. Олар нек оңдайын талып шелер, орыс тысық шелер. Аңғытыстан екен. Мен көздім ялзын неме сезін олғын. Палыны шарир үгіредегі екі тілге, ненже де тілге екіленіміз бірсіңай. Қайдим. Көздімге менің опыдым пузымның жызы. Олық менің пузының аның тай абызы пілтістеген, жызы қостыры, дедушкасының орыстып шоқтызы. Ол орыстыжым, ол орыс кізі болған. Мен ағада ол тадырлышым. Көздім ялзы ол сұры жаңа дай, тігі орыс тай абызына жызы. Дай, премия сұрапшы, екі жасты болған. Менің пир сұры жаңа, пир. Мен сезін олғын палы қадеті ұндайының талысты шекемнің ады орыс тегі. Аныңды уже плизамда пүткілік сформированный емес орысты пүткізі жызы. Ол пүтше хакемге қайды немендігі. Палының образ бар. Образ бар, қадеді кемнің шоқтызығы. Мен саныпшым, ол кізі, ол образды, ол тілінің омызын пүдіреге керек пала. И палыны бірзіңай пистеліге өретсе ал жасты бас, но пұлғыны кізінің бұздың алынжы тілі болуға керек. Анды тапалы өгіренер пистелге. Аға ол сипік бұл біз. Ше алынжы кізілер болуға керек. Ол пұлғыны тілінің алынжы кізізі. Анды тапалы табыр өгіренер тілерге. Неме? Сергей Александрович, мен сырының көрістерінің шарысшым. Хайдиді шоқтысқанды искім Европада парынды көп көз едімдір. Анды аймыз барған нациялар еріпшілер көп. Қайды екі пасқа нация еріпші. Турктардың, испанецтердің қадиді еді ол сәрінді иледі аймыз шілдер аныңар. Анды тіліні қайрыл ерінген оғаты олардың сеткісіні сынды туаспен жеп. Өн көстік анды әжезі постелінің шоқтысы палызының, пабызы постелінің шоқтысы палызының. И пазы олар үзінжі тілін, қазны тілінің шоқтызырғы күрітсішілер палаларын. Ол идеология жазы сүйебірді екі үстіл білже, пұлғын кізі екі үстіл білже, ол уже сүрсінде уже алғын тарапшы. Біз мінді хакасияда салы қалшып сол керектің анар, мен саныпшым пістің хакастыр, біле керектір ортымақ деп пистіл. Кішігдің сығарысын, сынып пистілге көрetse, аны сетік немес үгіредігі саныпшым. Пистіл, ол көздім ялзы хакастілді, хакастілді қостыранды тілер табыр қобырып баршылар, қостан мүлшелер жызып.
турецкий урстап жоқ, прай түрклердің қайсын түк білеге жеді. Білістің Англия тілін үгіріне кер, хыды тілін қайдиде. Хыды тілі Англия тілі бұл қайдиде білжің тілер, ну, мен санапшым, бүгінгі тұстаға керексіністер, ну, я. Че, неме, мындығы Наталья Чурында, күмес жоқ тепенген сірердің тоқыстыңары, қайдық сірдің күні тоқыс, қайдық бөлікті сірер тоқытезер, қайдық сірердің өн темалар бар типс тоқыс көстері жезер. Немеден ерістер басшезер газетада. Өн тоғызы менің экономика сұрғыларына балғалыстық. Біз алхонин, экономика, промышленность сфераларын чарчепс, поскеренің, айғыз шытқанларының көп немес басшепс, бюджет сұрғыларын, ну, прай терің немес, терің найна кірбен жепс, білтістік анды специалистер керек, но фермерлердің көп интервью алышепс, оларның тоқыстарын қайди азықы тұшытқанларын басшепс. Үлгі 9-ын чарчепс олық сферадағылардың. Педи алзы жызы, хакастерны пүкілі алзы, экономикады хакастер педи толдыры түзімдік тоқыншытқан ұрстап жоқтызы результат бар тенемен жызы. Анды кізлер көп жоқ па хакастерның қайдық неме тадырлар сақчылар экономикадың ары біліс бар вот біздің жөннің ол керекті. Шақсы тоқыншытқанлар шоналынан зартыңны сығырғы қынмен жылар. Олар бұсалын жақыншылар қайынларға. Аның әр қажын олар зар сықса да, олар тыңны қынықсы бен жылар. Шоқтазарға қайдығда алғым интервью берерге, я біздің ең мұндық келкім болған қайдейді. Андрей Серафимович Асачаков қажын ол бастық болғалыға молокон ұстып шытқан тұстоқ интервью болған. Ол біздің немес хабар жетемнен газетінің Наталья Табакова темнен аны. Пасқызынзар қайдейді біздіңні сықпен жүз, Мендебековтың қайдейді интервью алғыз, я. Ол қажынық болған. Өнінді біз алқойындағыларының интервью алғыз, хакас шоны амда көбізі алды шүтіпші. И алхонинді салы өткен қайыншылар. Біздің шердің... Оқ тек предпринимателер анды мұнды бар, я, естілшелер. Бүгінгі күнді салы өткен қайыншылар. Біздің амынды қалшы 7-8 минута, пөдеші қажызы ам сұрғылар вот неме. Кем мұнды біздің өгіренжілер, сұрғылар бар ба Наталья Чурымнаға? Можете на хакасском задать, пусть неправильно, но попытаться на хакасском задать. На хакасском не получится, можно на русском. Че, может быть, Евгения Серердың сұрғылар бар ба? Наталья Серердың АБМ... Пускай Наталья начнет. Давайте Наталья. ЕЗМР, Наталья Чурымна. Серернен палалар адынар кем? Жақсы. Оли Наина, аның олақ Алексей, очызы Айдар. Так, пазы. Так, Евгений, давайте. Серернен АБМ ады неме, означает хных ады Чурымна, переводится или что означает, знаете? Тілібем, көрбем, ол хакас ат немес, аның ары хакас тілінің болған болса, тілбіз тіліш білістік, ол басқа шонады. Аның ары, мен ол шон тілінде көрбем аны қайди тілбіз тілші. Алғыз. Но позының ады Чоры. Чоры? Чоры, ыға тұсшы. Чоры, ага. Оксана, Серердің сұрық? Менің... Наталья, я? Давайте. Сұрық бар. Ага.
Сілернен палана студия филармония зар тербек саларга паршезен ма? Ага. Паршебе? Наина? Я. Наина күн созынзар тербік Ол салыр чөр студент? Я студент. Пастағы Я. курсты Ол пасте, я? Тербек саларга? Пастыпшы. Ага. Послушай. Ол келген тербек саларга. Мен кишен пухыс. Ага. Так. Ага. Ну ладно. Все? Так, Оксана Середный Ну да. Білдім, кемнің ғады жоқтысы. Оксана Середный, ваш вопрос есть? Можно на русском? Изенер Наталья Чуриевна сыр балаларға кинде читали или читаете тадыр тілінің? Киндах икчаздарбы? Ыршазырбы? Я. Кенді хаккас тілінің хығырғым, но мен сабы көстік албылғым, но біз хығыр жыңзыбыз. Хаккас литературасында олғынырға шарыдылған тоқыстар асқынық. Мен хаккас шонының нымықтарын ал жыңзым. Шеанды правилы нымықтар олғынырға хығырғы шарыдыл бенжі. Талирғы керек. Так. Все, я так. Ага. Юля? Сұрық бар ба? Изенер Наталья. Сырыр позыңа хайданзар. Алдың хайдың. Чақсы хонық ал официальный ады Илиморова Түйесаринді асқы сайманды. Тёя Сарин. Это тёйская... Үсчүл ал шебінге кіші, Үсчүльский сельский совет. Тёйский кус называют. Надо тё сухасты да нинжи дал. Индыркы тё, нижняя тёя. Карла Маркс шунда дик кірпіргін политов ал. Аның шақсы қонық пашы Илиморов ал. Үсчул оты, шоғарғы тё да біздің Михаил Еремеевич Келчаковтың музейі, литература музейі тоқынша. Так, Стык бахай зарында. Так, Оксана, кажется... Ага, шақсы. Так, Оксана, кажется, сәрілдің сұры бар ба еппазы? Так, Наталья. Сұры бар ба? Евгений, может быть, сәрілдің сұры бар? Паза бар ба сұры? Позачёва пока. Так, ну давайте сейчас вот хочу... Не могу сообразить. Спросить. Хоть что-то поняли, какая-то информация была полезная с этого общения? Тузе полгана было полезно? Евгений? Да, интересно было послушать. Ну, что-то поняли, да, то, что она рассказывала? Ну да, понял, не все, конечно, но большую часть, да. Хорошо. Так, Наталья Викторовна, Ну да, я вначале вроде как начала даже кое-что понимать, но для меня, для понимания, видимо, недостаточно словарного запаса, это во-первых, а во-вторых, мне недостаточно времени, чтобы переводить. Но коли словарного запаса не хватает, ну нет, вы говорили очень четко, внятно, то есть это как бы у меня не хватает знаний, чтобы это все осознать. Вот. Ну, да. Какие-то слова выхватываешь и понимаешь, но общий контекст, да, уплывает, к сожалению. Ну, кое-что все равно поняла.
Ну, хорошо. Так. Особенно, где русские слова встречаются, там уже можно догадаться. Ну да, ну, в принципе, общение так и выстраивается. Так, Оксана. Это очень полезно. Да. Это, конечно, очень полезно. Оксана. Что Ну да, я частично поняла, особенно вроде в начале. А мне было интересна разница в обучении старших детей и младшего. Не очень, честно говоря, поняла. Но то, что младший хуже разговаривает, чем старший. Ну, дело в том, что мы, получается, старших я воспитывала с мужем больше, потому что он языку очень большое значение придавал и не позволял детям дома разговаривать на русском. То есть это дисциплина своего рода. А мама все равно, она больше добрая и часто уступает в этих моментах, не всегда может все это проконтролировать. Поэтому старшим в этом отношении, конечно, повезло, что они воспитывались при папе, а младшему в этом плане не повезло. Вот. Вот разница в этом в основном. Так, Юля. Я тоже, наверное, процентов, может, 50 примерно я поняла. Вот про работу, то, что вы берете интервью, брали интервью и освещаете проблемы, да, вот какие есть у предпринимателей и у руководства, у руководителей компаний. Вот, Сачакова забрали, забыла Андрея по отчеству, как потом Андрей Серафимович, да, когда он был главой, руководителем молоко. Вот что-то поняла, но не все. Ну, у нас тут сейчас время заканчивается, еще минуты 2-3. А можно один вопрос успеть еще спросить? Давайте. Если, вот мне как бы правильно я поняла, что когда вы говорили такое, или это я сама такое придумала, что когда вы берете интервью, не очень хотят говорить на хакасском языке многие. Говорили такое? Или я так Нет, неправильно не перевела просто? Я говорила о том, Нет. что предприниматели не все хотят давать интервью. Да. А, вот видите, вот смотрите, недопонимаю, и вот получается фейк сформировала в голове. Ощущение у вас было правильное. Что что-то не хотят. Да, что-то не хотят. Вот это же бизнес-секрет. Бизнес-секрет же. Ну, не то, что бизнес-секрет, это же... Боятся, что сглазят. Да. Помощь первую. Так, Евгения Сурухбарба, еще есть вопросы? У кого еще есть вопросы? Так, ну, если нет вопросов, то мы уже идем к завершению. Я еще раз хочу поблагодарить Наталью Чарыевну за то, что она согласилась на эту встречу и вот дала какое-то понимание того, как она сама занимается хакасским языком, как она дома обучает детей, как у нее хакасский язык функционирует тут, в пределах своей собственной семьи. И, конечно, она сама профессионально занимается развитием, пишет статьи. И, в общем, как бы те, которые интересно, подписываются на газету Хакасира. Кстати говоря, можете подписываться на газету. У нас, мы сейчас сделаем небольшую такую рекламу. 200 рублей электронная у нас подписка идет за полугодие. В электронном формате можно читать вот в формате PDF. Открываем доступ, и это на полгода. 200 рублей на полгода электронная подписка. Так, ну, общем, календарь у нас на Новый год всегда. Ну да, календарь. Ага. Хочу поблагодарить, что вы пришли на занятия еще раз. Да, ну, это устойчивые у нас желающие люди с устойчивым характером, я так понимаю. Вот Оксана даже иногда с детьми, вот я удивился, честно сказать, на улице, и то она присоединяется к курсу и где-то слушает вот то, что мы здесь проводим занятия. Да, еще раз всем спасибо. Прайзна алгыс. Встречаемся в понедельник. Сикс счастье, Ирда. Надо будет те домашние задания, которые я вам давал, приготовить. И, в общем, мы там будем идти дальше. Наталья Чаронная Слерге Пазох Улуга алгыс. Пушох щун.
Пинам көзді деп снимичепс. И всем остальным тоже большое спасибо. Сергей Александрович, үгреді гарылысшыларынға алғыс, тілге қайық салшытқын үшін. Успехов желаю. Шақсы үгрініп алырғы. Ізіншім, жоқтызырбыз мұның тілгенің. Ну, давайте че пазы туғасқынжа занятия сегодня мы завершаем. Че аным жоқтыр, я сейчас включаюсь. Анам жоқтар алғыс. Аным жоқтыр. Анам жоқтар.